Өңірдегі Атырау жайық ансамблінің құрылып қалыптасуына, жалпы ұйымдастырылуына көп еңбек сіңірген азаматтың бірі Хаттар Дүйсемәлиев. Биыл оның дүниеге келгеніне 95 жыл толар еді. Облысқа белгілі өнер қайраткері ерекше талантты әртістің ерекше туындылары аз емес. Ол ансамбль құрамында жүріп республика, одан одақ көлемінде танылған үлкен өнер қайраткеріне айналды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында төл арнаның дала даналығы хабарының шығарылымы бұл жолы әнші сықақшының музыкалық мұрасына арналды. Хаттар Дүйсемәліұлы 1926 жылы бүгінгі Құрманғазы ауданының Ботақан ауылында дүниеге келген. Бойындағы табиғат берген дарыны 6 жасында байқалып, әнші бала атанып, ауыл аймаққа танылады. 7 жылдық білім алған соң еңбекке ерте араласады. Әнші бозбаланың есею жылдары отан соғысымен тұспа-тұс келді. Сол жылдарда ауыл жастарынан құрылған көркем өнерпаздар үйірмесіне мүше болды. Ауыл сахнасында ол Қыз жібекте Шегенің, Еңлік кебекте Жапалдың рөлдерін сомдаған. Дүйсемәлінің Мұхтар, Хаттар, Жағыпар, Қапар, Сәттар деген балалары өнер атаулдан құралақан болмаған. Менің қолымда бұл шежіре мынау жаңағы Смағұл Көшекбаев ағамыздың, осы жаңа біз айтқан Хаттар ағамыздың сол кездегі бір істеп кеткен істерінің бірі. Ал осыған қарап та, мына кейінгі ұрпақтарының қамын сол баста ойлаған. Ол кезде сөздің шыны керек. Бұндай шежіре жазу, не болмаса мына ұру туралы әңгіме қозғау деген, сол шынды айтсам, кей жерде болған да жоқ. Себебі кеңестік дәуір. Ғарифолла Құрманғалиев ағамызбенен бұл кісі тікелей байланыста болған. Адамдардың айтқаны ғой енді. Мұхиттың әнін айтқанда дейді, Ғарекең, Ғарифолла ағамыз, әннің қайырымын менен де жақсы айтасың. Бұл әнге анау-мынау кісінің дауысы жетпейді деп риза болып, үйіне шақырып қонақ қылыпты. Композитордың 30-ға тарта ән термелері болғандығы жөнінде дерек бар. Өкініштісі олар нотаға түспеген, ешбір жинақта жарық көрмеген және облыстық теле-радио мұрағатта жазылған дауысы сақталмаған. Сұрастыра келе түсінгеніміз, өлке руханиятына қызмет еткен көптеген өнер қайраткерлердің үні жазылған таспалармен бірге қажетсіз болып қоқысқа тасталыпты. Бүгінде өнер иесінің туындыларын тереңінен зерттеп, студент жастардың бойына сіңіріп жүрген жандардың бірі өнертанушы ғалым Бақыт Жолдыбайқызы. Өкінішке орай бірде-бір жазбасы қалмаған Хаттар Дүйсемәлиевтің. Қазақ радиосының алтын қорында сақталған, Атырау телерадиосының 2002 жылы бір ғана ән сақталған екен, соны жазып алдым, Сағыныш деген. Және өзінің орындауында, және КСРО халық артисі Ришат Абдуллиннің орындауында сода бір Сағыныш дейтін әні бар екен. Сол әндерді біз жинап басығасын, халықтың арасына тарап кеткен жаңа Сағыныш дейтін хит әндерін жинап, ұзын ырғасы 16 ән термесін жинап, нотаға түсіріп, жинақ дайындап қойдық. Көптеген материалдарды бізге Хаттардың ұлы Абдулкарим ағамыз берді, афишаларды берді, өте көне тарихи сәттерді берді, тарихи фотографияларды берді. Сондықтан бұл өте бір шын мәнісіндегі рухани жаңғыруға айналды деп ойлаймын. Әнші облыс халқына 60 жылдардың соңында таныла бастады. Ол облыстық мәдениет басқармасының мәдениет, үгіт бригадасымен белсенді еңбек етті. Аудандарда қалың көрермен концертке Хаттар келеме деп сұрастырып, оны тағатсыздана күткендігі жөнінде көз көргендердің естеліктері көп айтылады. Желдірте, екпіндете салған әндері халықты баурап алып, сахнадан жібермей қойған кездері де көп болған. Мен Хаттар ағаны ең алғаш өткен ғасырдың 60 жылдардың аяғында көрдім. Ол кез менің балалық болдырен шағым еді. 13-14-тегі кезіміз. Ол кездерде ауылдарда мынау өнердің кең қанат жая бастаған кезеңі, көптеген өнер ұжымдары келетін еді. Міне сондай күндердің бірінде Хаттар ағаны көрдім. Хаттар аға ол кезде мынау облыстық мәдениет басқармасы жанындағы бір үлкен концерт бригадының жетекшісі екен. Сонда Хаттар аға сол кезде атақты жақсы музыкант ағамыз болды. Сырнайыш дейміз, баянист дейміз, Телмен Мұсағалиев. Ол кісінде көре қалдық. Ал сол кезде енді сол бағанағы Хаттар ағалар әртісті келіп жатқанда ауылда үлкен мереке сияқты болады. Бір қонақ күткендей қарсы аламыз. Осы халықтың жүрегіне жылы тиген бір жақсы
әннің өзі сол кездегі бұл дейді екен. Бұл дейді екен дейтін әннің сөзін жазған қазақтың атақты көрнекті ақыны Асқар Тоқмағамбетов. Сол бағана қаттырақ осы өлеңді бір нақышына келтіріп орындайтын еді. Ал халықты кәдімгі өзіне баурап алып, ал өзінің көзінің мына жанарыменен мимика деп айтамыз, өзінде тартып, әр жерде өзін темірілткенде халық қам-топан күлкіге батады. Хаттардың дейді екен, жандай шап, бетпе-бет биттескендер, алайда мен қалайда термелері республикалық радиодан, облыстық радиодан жиі берілген. Оны ұстаз тұтып, 15 жыл араласқан танымал әнші Елемес Мағазов та өз естелігімен бөлісті. Хаттар Дүйсемәлиев ағамызбен мен сонау 1977 жылдан бері жақты таныс болдым. Бұрыннан да есімін естіп жүретін едім. Ән өнеріне құштарлығым артып, сол кісімен кездесем деген менде мақсат болды. Сол мақсатпен мен ол кісімен осы Атырау қаласында, бұрынғы Гурьев қаласында таныс болдым. Ол кісі мынау алғашқы облыстық филармония құрылған кезде 1966 жылы, сонда алғаш ол орындаушы әншісі болған. Ол кісіде өзінің шығармашылық қасиетімен дараланды. Хаттар Дүйсемәлиев республика жұртшылығына 1955 жылдан бастап таныла бастайды. Сол жылы күзде село көркемөнерпаздарының республикалық байқауына қатысып, Жамал, Шымыр халық әндерін шырқап, профессор Ахмет Жұбановтың төрелік етуімен өткен байқауда Қазақстанның халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті деген атақ алып, бірінші дәрежелі сыйлық және Қазақ КСР мәдениет министрлігімен кәсіподақ грамотасымен мадақталады. Араға жарты жыл салып, Алматыға республикалық Қазақ КСР-ның ішкі істер министрлігі клуб қызметкерлерінің көркемөнерпаздар байқауына тағы қатысады. Сол байқауда көркем сөз оқып, Күләш Байсейітова басқарған қазылардан сыйлық пен грамота алып, елге қанаттанып оралады. Талабы тауға өрмелеген әнші жігіт 1957 жылы республикалық байқауда Қазақстан жастары тұңғыш фестивалінің лауреаты болып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталады. Осы кезеңде Хаттар есімі Ахмет Жұбановтың, Шәмші Қалдаяқовтың баспасөз мақалаларында жазылды. Жалпы бір өкініштісі, өзінің баласы Абдулкарим ағаның айту бойынша бірде-бір концертін қалада, Атырау қаласында қоя алмаған екен. Жұмекен Нәжмеденов бұл хаттарға айтқан екен: хаттар, мен сенің өлеңіңнен шабыт алам, мен сенің әндеріңді жақсы көрем, мен сені бағалаймын, мен сені өзімнің кішкентай атты романыма Саттар Сейсемалиев өзгертіп сенің образыңды алдым деген екен. Тұлға өнердің мақсатын көңіл көтеру ұғымынан кеңірек түсінген, оған репертуара дәлел. 8 қырлы өнер иесі Хаттар Дүйсемәліұлы өз концертін өзі жүргізген, әрі кешінде ән салады, скетч айтады, сондай-ақ композитор, сықақшы рөлін атқарады. 1983 жылы өмірден өткен өнер иесінің журналистік қыры да арнайы жазуды қажет етеді. Сырлы өнердің әр қайсысын кәсіби тұлға ретінде шыңдап, қай салада болмасын өз қолтан басын қалдырып кеткен дарын иесі қашанда ел есінде сақталмақ. Сағындықтың Нұргүлі, Нұркен Әміражев, Атырау телеарнасы.